Бұл 1967 жылдардағы Жезқазған шаһарындағы қарапайым металлургтың үйінде жаңа жыл қарсаңындағы шырша мерекесіне дайындық бейнесі. Сол кезеңде адамдар жаңа жыл мерекесін ерекше ықыласпен күтетін. Мереке алдындағы қарбалас ас мәзірін құрудан басталатын. Дастархан дәстүрлі мясной, сельпачу бый салаттарына, мандариннің хош иісі мен түрлі тәттілер және сусындарға толады. Әр үйде 1949 жылы шығарылған Кенигсон, Варшавский, Николаевскийдің құрметіне аталған КВН 49 маркалы теледидар болды. Бұл ақ-қара түсті ұлғайтқышы бар, кеңес дәуірінде шығарылған тұңғыш көпшілікке арналған теледидар болатын. Мереке күні «Голубой огонек», «Песня года» және әртүрлі жанрдағы жаңа жылдық кинокомедиялары көгілдір экран бетінен үздіксіз қайталанып тұрды. Сондай-ақ лампаның қызуы арқылы сымсыз радио қабылдағыш хабар таратты. Сол лампаның жарығы бөлме ішіне ерекше жарық түсіріп тұратын. Мұндай радио қабылдағыштар үйде бір жиһаздың рөлін атқаратын. Себебі радионың қаңқасы қымбат, сирек кездесетін ағаштардан жасалды. Оның дыбысы қоңыр дауысты, құлаққа жағымды болған. Радио қабылдағыш көбіне ас бөлмеден табылатын. Себебі ас дайындау барысында түрлі әуендер қойылып, мерекелік көңіл күй сыйлайды. Ал жаңа жылдық мерекенің тағы бір ерекшелігі барлық жақын жандарға құттықтау ашық хаты жазылады. Бұл дәстүрге айналғаны соншалық, барлығы бір-бірінен құттықтау хатын ерекше күтіп, жыл сайынғы ашық хаттарды жинап, жеке коллекцияға айналдырған. Шырша безендіру жұмысы үлкендерге де, балаларға да өте қызық, асыға күтетін рәсім болатын. Себебі қолдан түрлі ойыншықтар ілініп, әдемі шырша әзірленеді. Қағаздан жасалған, пластмассадан дайындалған түрлі түсті ойыншықтар, бұйымдармен безендіріп, үйдің ішіне мерекелік атмосфера ойнайтын. Мақта мен папье-машеден жасалған аяз ата шырша ассортиментінің негізгі фигураларына жатады. Олар стендтер деп аталды. Өйткені олар ағаш тірекке бекітіліп, әдетте шыршаның астына орнатылды. Стендтік фигуралардың мөлшері 25 сантиметрден 1,5 метрге дейін болды. Ең алғаш мұндай мүсіндер 1962 жылы Воронеж қаласында шықты. Міне, өткен ғасырда жаңа жыл мейрамын дәл осындай дайындықпен қарсы алатын. Әр жыл сайын түрлі заттардың сапасы мен орны ауысқанмен, бұл мерекені асыға күтумен ерекше қарсы алу дәстүрі бүгінге дейін жалғасып келеді. Жаңа жыл отбасылық мереке екені белгілі. Сондықтан да әр шаңыраққа шаттық, қуаныш, ырыс, береке тілейміз. Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жыл